Армысыздар, алдыңғы сабақта біз сіздермен Google формада қалай тест құруға болатынын көрген болатынбыз. Ол туралы видеоны осы видеоның астындағы описаниядан көре аласыздар. Ал бүгін біз көбісі біле білмейтін Google формада тестке уақыт шектеу және де сертификат беру жолдарын қарастырамыз. Ол үшін Google формаға кіреміз. Және де осы жерде бізге берілген шаблондарды қолдансақ болады, немесе біз қайтадан жаңа файл құрастырамыз. Біздің тестімізді уақытпен шектеу үшін біз бұнда қажетті модульдерді Google формаға орнатуымыз қажет. Ол үшін дополнительно деген батырманы басамыз. Осы жерде дополнение деген бөлімді басамыз, және де бізге қажетті бірнеше модульдер осында көрсетіледі. Әр қайсының атқаратын қызметі әртүрлі. Бізге құрған тестімізді уақытпен шектеу үшін мына form limiter деген модульді орнатуымыз қажет. Орнату үшін үстінен басамыз, және де установить деген сөзді ары қарай осыны басқаннан кейін установка приложения, яғни разрешение сұрап тұр, продолжить дейміз. Бізде Google аккаунтымыздан разрешение беруіміз қажет. Ол үшін мінекей менің Google аккаунтым. Ары қарай осы Google аккаунтымыз арқылы разрешение береміз. Разрешение бергеннен кейін form limiter модулі автоматты түрде біздің Google формаға орнатылады. Мінекей қазір орнату процесі приложение form limiter установлено деп тұр. Готово деген сөзді басамыз. Мінекей автомат түрде form limiter деген бұл жерде мінекей окошко маған шықты. Енді осы жерде біз өзімізге қажетті тестті, яғни select дейміз. Осы жерде біз құрған тестімізді уақытпен шектейміз және адам санымен шектеуімізге болады. Уақытпен шектеу үшін date and time деген сөзді басамыз. Енді осы жерде біз датаны көрсетеміз, яғни бүгін 18-і, және де уақытты көрсетуіміз қажет. Қазір 11:50 дейік. Set дегенді басамыз, және де студенттерге немесе оқушыларға осы жерде тест аяқталды деген сөзді енгізейік. Тест уақыты аяқталды. Ол жердегі нұсқаларды уақытпен орындайды, және уақытта аяқталған уақытта тест уақыты аяқталды деген хабарлама студенттерге жіберіледі. Save and enable деген батырманы басуымыз қажет. Неге біздің құрылған тестімізге біз уақыт шектеуін орнаттық. Ары қарай енді біз осы тестті шешіп болғаннан кейін сертификат бере аламыз. Сертификат беру үшін дәл осы сияқты дополнение бөліміне кіреміз. Дополнение бөлімінің ішінде міне Certify M деген модульді орнатамыз. Тура жаңағыдай установить, продолжить, және де Google аккаунтымыз арқылы разрешение береміз. Неге Google аккаунтым? Разрешить. Разрешение бергеннен кейін автоматты түрде бұл Google формамызға орнатылады. Неге Certify M установлено. Готово. Батырмасын басқаннан кейін окошканы жабамыз. Енді мына дополнение деген жерге кіретін болсақ, бағана орнатқан екі модуліміз бізде шығады. Осының ішінде Certify M-ді таңдаймыз. Осы жердегі барлық бізге берілген тапсырмаларды орындаймыз. Ол дегеніміз Show Certify M Controls. Осыны басатын болсақ, қазір бізде мінекей мынандай окошко шықты. Енді осы Certify M-ді қосу үшін ең алдымен біз өзіміздің формамызды тест түріне ауыстыруымыз қажет. Ол үшін настройки бөліміне кіреміз. Осы жердегі тесті деген жерге мына белгішені қосамыз. Сонда бізде тест құру бөлімі ашылды. Сохранить дегенді басамыз. Алдымен енді тест құрмас бұрын біз бірінші студентіміз өзінің аты жөнін енгізу қажет. Аты жөні дейміз. Және де мына жерде один из списка деген жерден бізге текст жазу қажет. Текстті көрсетеміз. Барлығы енгізілді. Енді ары қарай сұрақтарды енгізетін болсақ, енді мұнда мысал ретінде сұрақ деп жаза саламын. Осы жерде нұсқаларын көрсетеміз. Бірнеше нұсқалары болу керек. Мысалы, нұсқа 1, нұсқа 2,
деп жазамыз да, одан кейін осы нұсқаның ішінде бізде дұрыс жауабы болу қажет. Ол үшін ответы және де мына бірінші нұсқаны таңдайық. Осы жерде балл берсек те болады, мысалы мынаған 80 балл дегендей. Готово батырмасын басамыз. Ары қарай біз осы форманы құрып алдық, және де мына жердегі Certify M деген бөлімінде статусты turn on деген сөзді басамыз. Сонда қазір бізге мінекей қосылғанда адрес электронной почты деп көрсетті. Новая форма дегеніміз бұл сіздердің пәндеріңіздің атауы сертификатта да көрсетіледі. Мысалы информатика. Және де адрес электронной почты деген мына turn on-ды қосқаннан кейін бізге статус ретінде шығарылды. Яғни сіздің сертификатыңыз студенттерге жіберіледі. Ол студент өзінің электронный почтасын енгізу қажет. Яғни Gmail почтасын осында енгізеді. Ары қарай сіздер мына сертификат бөліміне тағы да кіріп, мысалы балл беру жүйесін өзгертсеңіздер болады. Және де сертификат түрлері. Мінекей неше түрлі шаблондар дайын түрінде көрсетілген. Біз оны preview all арқылы да көре аламыз. Мінекей неше түрлерін таңдай аласыздар. Және де енді осы сертификатты алу жолын тексеріп көрейік. Ол үшін өзіміз бірінші тестті тапсырып өтеміз. Осы жерге электронды адресімізді көрсетеміз. Мысалы guldana.omarбекова@gmail.ru аты жөнімізді енгіземіз. Және сұраққа жауап береміз. Отправить. Сұрағымыз жіберілді. Посмотреть баллы деп көрсек болады. Мінекей сұрағы дұрыс. Енді өзіміздің поштамызға кіріп, мінекей өзіміздің mail.ru-мызды тексеретін болсақ, сертификатымыз бізге жіберілді. Осыны ашып көрсек, мінекей аты жөні, пәні және қай уақытта өткендігі жайлы мәліметтер шығарылды.